сіздерге Алихан Про. Енді мен осы YouTube'қа оралдым, міне. Енді біз бүгін видео түсіреміз. Бұл видеода енді мен Майнкрафттың керемет 7 құпиясын көрсетемін. Сіз бұл құпиялар жайлы ең бірінші рет естіп тұрғандарыңызға сенемін. Міне, мынау осы видеоны көретіндер. Ал енді мен осы рычагты бассам, мына жер қазір ашылады. Қараңыздар. Міне. Осындай бір 7 құпия. Егер сіз атыңызды Dinnerbone дегенге қойсаңыз, онда сіздің скиніңіз төмен қарап. Енді мен осындай скинім төмен қарап тұр. Міне, осылай. Және егер осыны ашсаңыз, мына осы жерде тұрады. Білмеймін неге. Енді біз қазір келесі құпияға көшейік. Екінші құпияда осылай істеуге болады, иә? Осылай портал жасаймыз. Мына жерлерді бұзып тастайық. Кейін біз осындай око эндера және рамка портала края қоямыз. Осылай. Жоқ. Тұра тұрмыз. Оны дұрыстап қою керек. Осылай. Кейін осылай. Кейін осылай. Кейін осылай. Осылай. И осылай. Енді біз осыны қойып шығайық. Міне. Қазір осылай қойсақ, қараңыздар. Жоқ болып кетті астындағы. Ой. Короче, солай істеңіздер. Сонда асты жоқ болып кетеді. Қазір мен қайттан істейін. Міне біз осылай істейміз. Қараңыздар. Енді осыны қайттан жасай салайық. Неге істелмей тұр? Міне, сонда осындай болып кетеді портал. Білмеймін, бұл баг шығар, или сондай фишка шығар, бірақ мен баг деп ойлаймын. Өйткені бұлай болмауы тиіс негізі. Онда біз келесі құпияға көшейік, сендер де осыны қайталап көріңдер. Енді осы үшінші құпия. Біз осылай любой затты аламыз, мысалы мен изумрудты аламын. Кейін наковальняға осылай оны переименовать етейік. Мысалы лайк басыңдар деп қояйық, иә? Лайк басыңдар. Енді қараңыздар. Ол осылай қисайып тұрады. Ал оны жөндеу үшін біз осылай істеуіміз керекпіз. Ең бірінші біз осындай символ табамыз. Кейін Р. Кейін біз қайттан жаз шығамыз. Лайк басыңдар. Кейін қараңыздар. Ол қисайып тұрған жоқ. Тұра тұрыңыздар. Ол қисаймайды енді. Көріп тұрғандарыңыздай. Міне. Енді ол жақсы. Бірақ мына жерде ол қара түсті болып көрініп тұрады. Аты онша көрінбейді. Онда біз келесі құпия көшейік. Осылай переименовать ету керек негізі. Қисайып тұрмау үшін аты. Онда біз келесі құпия. Міне, осы келесі құпия. Сіз осындай құпия есік деппін ғой. Осылай темір есік. Соны көп жолы бар ашатын. Қазір біз алып алайық. Міне, осындай заттарды алып алу керек бізге. Қараңыз енді. Міне. Осындай заттарды аламыз. Енді, егер сіз осылай істесеңіз, қараңыз. Мынаны осы қоясақ. Қазір енді бізге су керек. Біз суды аламыз. Кейін, енді біз осыны құямыз. Сонда есік ашылады. Ал егер оны қайттан алмаса, ол жабылады. Болды, бұзайық. Енді осындай менде ашса болады. Мысалы, біз любой ішіне затты салайық. Мысалы, мынау. Кейін ол ашылады. Ал енді біз тағы да бір затты көрейік. Міне, енді біз тағы да жолы бар. Енді осылай істесеңіз, ол тағы да ашылады. Бірақ оны уже аламайсыз. Сол үшін оны бұзып тастау керек. Енді біз тағы да бір жолын көрейік. Енді осындай қоямыз. Ішіне любой затты салсақ, ол да ашылады.
міне енді қазір осылай қойса ол да ашылады. Бірақ мынау слишком көп қойсаңыз ол жарылып кетуі мүмкін. Сол үшін олай істемеңіздер. Енді мынандай ең қызық жолы. Біз осындай қоямыз, кейін соған атамыз. Қараңыздар, ашылады. Бірақ ол кішкене уақытқа ғана. Немесе трезу бетсті да лақтырса болады. Ол да ашылады, бірақ ол да кішкене уақытқа. Сол үшін тағы да бір жолын көрейік. Міне, тағы да бір жолы. Біз осылай кітап оқитынның үстіне кітап қойсақ, ол да ашылады. Ал егер алып тастасақ, ол жабылады. Міне, біз енді датчик дневного светаны қоямыз, кейін оны басамыз. Сонда бұл кнопка сияқты болады. Жарайды. Енді осындай қалай жасалатынын көрсетейін. Бізге осындай заттар керек. Осындай заттарды аламыз. Мынаны қоя тұрайық. Біз осы заттарды алайық. Кейін біз осындай қоямыз. Қараңыз. Осылай жасай салайық. Сонда біз осылай істейміз. Міне, осылай есік. Кейін біз осы жерге мынандай қоямыз. Редстоунный компаратор. Кейін бізге осылай істеу керек. Осылай. Сосын осы жерді қазамыз. Өйткені бізге бұл жер керек емес. Енді біз осындай қоюымыз керек біз мұнда. Сонда біз осылай қоямыз. Кейін осылай. Енді қараңыздар. Енді осы любой затты қойып аша аласыздар. Мен жаңа көрсеткен. Енді міне, мысалы осылай ашса болады. Міне, істеп тұр. Міне. Ал егер бұны көп қойса, жарылып кетеді. Міне, онда біз келесі бесінші құпияға көштік. Қараңыздар, мынау осындай бір бочканы көріп тұрсыздар, я? Ал неге ол жабылмайды? Ол неге ашық тұр десеңіздер, ол осындай бір трюк көрсетем. Біз осылай істейміз. Қараңыздар. Кейін мына жерге қояйық. Қазір міне осындай, осылай. Кейін мына жерге поршень, кейін осылай. Енді біз осы ішіне любой затты қойсақ, тұра тұрыңыз. Мен бірдеңкені ұмытып кеттім. Тұра тұрыңыздар. Мынаны осылай істеу керек. Кейін міне қараңыздар. Енді ол ашық қалады. Бірақ егер оны қайттан ашып мына затты алып алсақ, ол уже олай ашылып қалады. Жабылып қалады, ашылмай қалады. Сол үшін солай істемеңіздер. Егер осындай декорация қаласаңыздар, солай істеуге болады. Онда біз келесі құпияға көшейік. Мұны да қайталап көріңдер. Жетінші құпия. Енді біз осы құпияда қалай осындай порталдарды алуға болады. Құры осыларды ғана. Ол үшін бізге командный блок керек. Біз осындай команданы жазып аламыз. Қараңыздар. Біз енді осы жерге жазайық оны. Қараңыздар. Ағылшын тіліне қойайық. give.p command block. Міне. Бізде сонда осындай құпия кірпіш пайда болады. Сосын біз оның ішіне бірінші осылай жазамыз. Set block. Кейін осылай. Сосын кәдімгі портал. Енді біз осыған любой бір затпен активировать етеміз. Мысалы осындай. Енді қараңыздар. Үстінде осындай пайда болды. Енді біз тағы да осы қояйық. Бірақ бұл жолы басқасын жасаймыз. Біз set block. Мынаны жазбай қойса да болады. Set block. Осылай. Осылай сосын end portal. Енді біз тағы да осыны активировать етеміз. Сонда бізде осындай портал пайда болады. Міне. Осындай бір күшті құпиялар. Ал жарайды. Міне біздің құпияларымыз бітеді. Ал егер видео ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыздар және колокольчикті басып подписаться етіңіздер. Содан кейін сендер өткізіп алмайсыңдар жаңа видеолар. Онда келесі көрсеткенше. Келесі видеода көрсейік.